Отбасындағы ұрыс, керіс, жанжал және де түсініспеушілік, күйеу мен әйелдің арасындағы сыйластықтың жоқ болып кетуі, және де түсініспеушіліктің болмауы, тағы да қалай айтсақ болады. Жалпы көп жағдайда әйел өзіне көңіл бөлмей қалған кезде болады. Әйел өзіне көңіл бөлмей қалған кезде, өзін қолға алмай қалған кезде көп жағдайда солай болады. Өйткені ер азамат ол түздің адамы, оның ортасы бөлек, ол далада жүр, жұмыста жүр, итакта ол өзімен өзі, енді ол үйде отырған әйел ғана түсінеді әйелді негізінде. Еркектер ойлауы мүмкін да, үйде отыр ғой, рахат қой, мен бәрін асырап жатырмын, әкеп беріп жатырмын, неге не жетпейді саған деп айтуы мүмкін да. Негізінде оны әйел адам түсінеді. Әйел үйде өзімен өзі ошақтың басында қалып кеткен кезде, үйдің күйбең тіршілігімен, бала шағамен қалып кеткен кезде, көп жағдайда. Жоқ, ол жұмыс істеп жүрсе де, жұмысқа барып келгеннен кейін үйдің тірлігімен айналысады, бала шағамен айналысады. Көп жағдайда әйел өзін өзі жоғалтып алады. Әйел өзін өзі жоғалтып алған кезде, содан бастап ұрыс жанжал көбейеді үйде. Әйел өзін жоғалтып алғаннан кейін, өзін өзі түсінбегеннен кейін, ол бүкіл әлемге ренжілі болады. Күйеуіне ренжиді, мамасына ренжиді, енесіне ренжуі мүмкін, елдің бәріне ренжуі мүмкін да, тек қана өзіне емес. Өзіңді түсінбейсің, өзіңнің ішкі жан дүниең нені қалайтынын білмейсің. Жан дүниең саған айқайлап айтып жатыр, бірақ сен оны естімейсің. Өйткені өзіңді соңғы орынға қойып қойғансың, өзіңе көңіл бөлмейсің. Содан кейін бүкіл елге ренжисің. Ренжиді әйелді. Мені ешкім түсінбейді, мен неге бәрі түсінбейді дейді да. Қатты қиналатын, стресске түсіп кететін, жаңағы көңіл күйдің ауыспалы болып тұратыны, кейде мынандай құбылып тұратыны, көп жағдайда әйел өзіне көңіл бөлмегеннен деп ойлаймын да. Мен әйел өзін үздіксіз дамытып отыру керек, кітап оқу керек, қандай да бір өзін дамытатын бір кружоктарға, курстарға қатысып отыру керек, өзі жақсы көретін сүйікті ісімен айналысу керек, өзін дамыту керек, ақша табу керек әйелде. Дәл күйеу сияқты ол да жұмыс істеп ақша табуға болады. Үйде отырып жұмыс істеуге болады, онлайн жұмыстар көп. Қазір не істеймін десе де барлығы мүмкін да, барлығы қолжетімді. Қазір баяғы заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Қазір барлығы мүмкін да. Тек қана сол күндіңді реттесең болды. Рутинаңды реттеу керексің да. Біріншіден сен көп ұйықтамау керексің. Үйде отырған әйел болса, көп ұйықтап, түске шейін ұйықтап алып, одан кейін тұрып, еш нәрсеге үлгермей елдің бәріне ренжіп отыру да дұрыс емес та. Сол үшін бірінші өзіңді қолға ал деп айтқым келеді да. Әйел өзін қолына алып, өзін дамытып, бір іспен айналысып, сондай жағдайға жеткен кезде, деңгейге жеткен кезде, оның үйінде ұрыс жанжал болмайды. Өйткені ол еркектен көп нәрсені күтпейді да, барлығын түсінеді, барлығы орынды осылай өмір сүреді.